Саламатсыздар ма оқушылар? Сәлемат. Отырамыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызға бастайық. Бүгінгі сабағымызда сізге жағымды атмосфера берейін. Бүгінгі сабағымызды мейлінше тақырыптарды ашуға тырысайық балалар. Жарай ма? Ашуға тырысайық. Білімімізді тереңдетуге тырысайық балалар. Енді оқушылар бері қарап жүрдік. Сабақты бастамас бұрын біз топқа бөлініп оlayық. Топқа бөліну үшін біз рандом групп генератор платформасы арқылы топқа бөлініп жіберейік. Ол үшін біз экранға қарап жібереміз балалар. Экран. Міне экранда оқушылардың ат жөндері көрсетілген. Сол бойынша оқушылар орнымызды ауыстырып топқа бөліне қояйық. Ал отыра қойып қалар. Топқа бөліне қоямыз. Отыра. Енді кім отыра? Оқушылар, бізде 3 топ болдық қой, енді 3 топқа біз атау берейікші, балалар. Мына жерде бізде бірінші топ отыр, екінші топ отыр және үшінші топ отыр. Бірінші топтың атауы электр өрісі деп аталады, екінші топтың атауы кернеулік деп аталады, үшінші топтың атауы суперпозиция принципі деп аталады. Яғни неше топқа бөлдік? 3 топқа бөлдік. Жақсы. Енді топқа бөліп болған болса, біз ары қарай сабағымызға бастайық балалар. Дайынсыңдар ғой балалар, иә? Жақсы. Онда бастайық сабағымызға. Онда балалар сабағымызға бастасақ, біздің сабағымыздың тақырыбы тақтада көрініп тұр балалар. Қарап жүрейік. Бүгін көтеретін тақырыбымыз электр өрісі, біртекті және біртекті емес электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі, электр өрісінің суперпозиция принципі деп аталады. Барлығы көрініп тұр балалар сізге, көрініп тұр ғой. Енді көрініп тұрған болса, бұл жерде оқу мақсатымен танысайық балалар. Оқу мақсаты 10, 4, 1, 2 мақсат суперпозиция принципін электр өрісінің қорытты кернеулігін анықтау үшін пайдалану деп аталады. Енді осы жерде электр өрісінің суперпозиция принципі қай жерде қолданылады? Солар жөнінде қарастырамыз. Жарай ма? Сонымен тақырыбымыз түсінікті ғой балалар, мақсат түсінікті ғой? Жақсы. Түсінікті болған болса, біз жақсы. Енді осы сабаққа тиісті оқушылар құндылықтарға баулу деген нәрсе бар екен. Қандай құндылықтар болу керек бізде? Енді біздің қарастыратын құндылығымыз бірлік және ынтымақ, еңбекқорлық құндылығы. Яғни тапсырмаларды орындау барысында балалар бір-бірімізбен біз ынтымақта болуымыз керек екен, бірлікте болуымыз керек екен. Сол дағды құндылықтар арқылы еңбекқорлықты қалыптастыруымыз керек екен. Түсінікті оқушылар, жақсы, ары қарай жүре берейік онда. Енді біз мына тапсырманы орындайық. Біз сіздермен өткен сабағымызда қай тақырыпты өтіп едік балалар? Айтып жүріңіздерші кәне, электр өрісінің алдыңғы тақырыбымыз қандай еді? Сізбен өткен? Тақырып? Электр заряды. Кулон заңы деп аталады. Солай емес па? Енді сіздер балалар үй тапсырмасын орындау мақсатында мына жерде көрсетілген тапсырманы қарап жүре қойыңдар, орындап жүре қойыңдар. Дәптеріңізге сызу арқылы орындай беріңдер мына тапсырманы. Дәптеріңізге кестені толтырамыз, сол арқылы тапсырманы орындап жүре қойыңдар. Кестені жылдамырақ сызып алайық балалар. Бізде орындайтын тапсырмаларымыз жетеді. Жылдамдата бар болса, жылдамдатып жазамыз.
Міне жылдан орындап жүре қояйық балалар. Өтілген тақырыпты қайталау мақсатында үй тапсырмасы. Бір қарап жүрейік. Мен тапсырмаларыңызды тексеріп шығайын деп орындаймын. Бексұлтан, орындай бар, шын жоқ. Ал болсаңыз талдап жүрейік балаларға не тапсырмасын. Үй тапсырмасын болсаңдар талдап жүрейік. Үй тапсырмасын талдап жүрейік. Ал қане балалар, уақытымыз болды. Орындап жүре қояйық, қане. Болыңдар ма? Қане? Бол жүре қояйық. Бізде орындайды тапсырмаларымыз жеткілікті, үлгермей қаламыз біздер балалар. Жұмыс жасаймыз балалар. Қане болған болса, оны ұрышы дәптерімізді қойып, салдап жүрейік, балалар. Болыңдар ма? Ал болса, қане. Тапсырма қарап жүре қояйық балалар. Мына жерде бірінші қатарда бізге қандай физикалық шама берілген? Заряд берілген. Жақсы. Енді ары қарай біз мына тапсырманы орындайық. Зарядтың белгіленуі қандай әріппен белгілейміз? Q. Дұрыс. Зарядтың өлшем бірлігі не еді? Кулон. Дұрыс. Зарядтың формасы қандай еді? F бөлу E. Жақсы, онымен табуға да болады. Екінші қатардағы тапсырма өтейік. Зарядтың беттік тығыздығы қандай әріппен беріледі? Сигма. Дұрыс, өте дұрыс. Өлшем бірлігі қандай? Өте дұрыс. Оның формасы қалай еді? Зарядты неге бөлетін едім? Ауданға бөлетін едім. Өте дұрыс. Келесі қатарды қарайықшы. Зарядтың көлемдік тығыздығы. Ро деген әріппен белгілейміз. Өлшем бірлігі не болды? Өте дұрыс. Формасы қалай еді? Заряд бөлінген көлем. Дұрыс. Енді келесі соңғы тапсырмамыз бұл кулонның күші деп атады. Оның берілуі қандай еді? F пен белгілейміз. Нұрлан, өте дұрыс айтасың. Өлшем бірлігі не еді күштің? Ньютон. Дұрыс. Формасы қалай еді? F, E, K. Дұрыс. R, эпсилон көбейту, R квадрат. Өте дұрыс. Сонымен үй тапсырмасы түсінікті болды ма? Жақсы. Енді ары қарай жүре берейік біз. Енді ары қарай сізде телефондарыңыз бар болса, сіз мына жерде көрсетілген QR кодқа кіру арқылы тапсырманы орындап жүрейік. QR кодқа. Мен мына жақтан ашып қояйын сізге. Сіз телефондарыңызбен қосыла беріңдер. Міне балалар, бізде мынадай тапсырма қазір келіп тұр. Енді осыны мен сізге көрсетіп жіберейін. Міне бізде мынадай тапсырма келді. Енді бұл тапсырманы біз қалай орындаймыз балалар? Мына жерде, міне сәйкестендіру көрсетілген. Сәйкестендіру. Орындан апарып қойымыз керек. Мысалы үшін бірінші мына қараңдаршы, міне кулон деп тұр. Кулон. Мына жоғарғы қайсысы осы сұраққа жауап береді?
Kulon. Жаңа сіздер айттыңдар ғой, мына қараңдар, жоғары жағын оқыңдар. Нұржан, берді, жоғары жақтарын қараңдар, міне. Kulon. Нені білдіреді? Kulon зарядтың өлшем бірлігі. Енді жоғарыдағы берілген тұжырымдарын қараңдаршы балалар, міне. Қараңдар, міне, зарядталған электросом шарының саусағын жақындатсам, оның жапырақшалары бір-біріне тартылады. Kulon заңын тұжырымдаңдар дейді. Міне тапсырмалар көрсетемін. Осыған қайсы сәйкес келеді? Электр зарядының өлшем бірлігі. Нұршат келіп, орнына қойып жібер әкелді. Жылжытып орнына. Ана бос орынға апарып қойымыз керек қой. Иә? Әкеліп орнына қоямыз. О, міне, болды отыра бер. Түсіндіру тапсырманы, иә? Енді келесі тапсырманы орындай береміз солай ғой. Келесі тапсырманы қарай беріңдер, өздеріңіз. Телефондарыңыз ашып қараңдар. Яғни телефондарыңызда бар ғой? Жаңа QR кодын түсіріп алдық. Соғынша орындай береміз. Орындап болдық қой балалар, иә? Жақсы балалар, енді орындап болған болсаңдар, бері қарап жүре қойыңдар. Енді бірге талдап жүрейік балалар. Бірге талдайық. Мысалы үшін, заряды плюс Q сынап тамшысы, заряды минус Q басқа тамшымен қосылып дейді. Плюс пен минус қосылып дейді. Пайда болған тамшының заряды қандай дейді? Неге тең? Нөлге тең. Дұрыс. Онда бізде нөл деген жауап бар ғой, иә? Онда біріншісі міне нөлге әкеліп қойдық міне. Олай қояды екенбіз міне. Дұрыс. Енді қараймыз. Электр зарядының сақталу заңы дейді. Мына тұжырымдарға қайсы сәйкес келеді? Нұржан, электр зарядының сақталу заңы. Айнұрым. Электр зарядының сақталу заңы. Қане, жылдан болып жібере қойып балдар. Электр зарядының сақталу заңы. Қайсы келеді? Кез келген тұйық жүйенің электр зарядтарының алгебралық қосындысының өзгермейтіндігі туралы табиғаттың іргелі дәл заңдарының бірі. Міне мына жерде келеді екен, мынаған келеді екен, иә? Сіздер тапсырманы қарап орындай бердіңдер, иә? Мысалы үшін электроскоп өзгешесін неліктен металдан жасайды дейді. Металл электр тоғын жақсы өткізеді, иә? Жақсы, міне әкеліп қойдық. Келесі, электр зарядының өлшем бірлігі не дейді? Мұны жерде кулон болу керек. Бізде кулон заңы бол емес қой, иә? Кулон заңы мына заң болады, міне мына заң. Электр зарядының өлшем бірлігі мына жақта болды, иә? Жақсы. Эбонит немесе пластмасса тарақтарымен шашты тарағанда шаш неліктен тараққа тартылады дейді. Адамның денесі? Ол мұнаға сәйкес келсе қайтеміз мұнаға. Оны қарамадыңдар ма? Бірінші дене оң, ал екінші дене теріс зарядталады. Мүмкін мынау шығар міне. Енді соңғы қалған былай әкеліп қойдық міне. Міне әкеліп қойдық. Неше дұрыс болды? Жетеу дұрыс болды ма? Міне. Жақсы. Енді ары қарай келесі тапсырмаға өте берейік онда. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз. Енді мына жерде балалар бізге жаңа тақырыпты түсіндіру мақсатында QR код берілген және сілтеме берілген. Есі осы жердегі видеомен танысып жіберейік балалар. Мен қазір сізге қосайын, қарап жібереміз балалар. Телефондарыңызбен қосыла берсеңдер де болады. Телефондарыңызбен қосып қарай беріңдер. Дауысын кішкене қайтарып беріңдер.
Al videomen tanışıp şamız ballar. Жақсы балалар, біз видеомен танысып деп есептейміз, қараңыздар ғой. Енді сіздер балалар бері қарап жүріңдер. Біз жаңа айттық, бізде неше топ болады деді? 3 топ болады деді. Енді әр топты біз бағалап отыру үшін мен топ басшыларына бағалау парақшасын ұсынамын. Сол бағалау парақшасына топтағы оқушылардың аты-жөнін жазасыңдар және әр тапсырмада қандай ұпайлар алды, соны қойып отырасыңдар. Бірінші топтың басшысы Отомұрат Айнұра, екінші топтың басшысы Байжан Ақниет, үшінші топтың басшысы Сәрсенбай Жанар. Оқушылар, енді біз бірінші орындайтын тапсырмамыз жеке тапсырма. Бұл жерде бізге екі тапсырма берілген. Екі тапсырманы қараңдар ғой балалар, астың жақта оның дескрипторы берілген. Сол дескриптор бойынша сізді бағалап отырамыз балалар. Ал тапсырманы орындаймыз. Ал тапсырманы орындаңыз. Берілген шамаларды алдымен жазып аламыз балалар. Одан кейін форманы қолдану арқылы тапсырмаларды орындаймыз. Берілген шамаларды, дұрыс. Сөзін жазбай қоямыз кім? Берілген шамаларды жазып кетті. Тапсырманы бірден орындап кетеміз. Тапсырма барлықтарыңызға көріп тұр ғой, сол бойынша орындаймыз. Бағалау парақшасынан бағалап отырамыз. Тапсырмаларымызды топ басшылар кім қай деңгейде тапсырманы орындады? Берілген жаз орындап кете береміз, бекас берілген жаз. Бізде бірінші кернеулік берілген, екінші заряд берілген. Сол зарядқа әсер ететін күшті табуымыз керек. Кернеулік төртеуін Е әрпімен берілген дұрыс. Зарядты кішкентай Q-мен берілген дұрыс. Енді табу керек, F табу керек. Дұрыс. Екінші тапсырмаңызда заряд берілген, арақашықтық R берілген, жақшаның ішінде эпсилон берілген. Табу керек, кернеулік табу керек. Бұл жеке жұмыс, әркім өзі жеке орындау керек. Бұл жерде біз жеке тапсырманы орындауымыз керек әрқайсымыз. Уақыт жақында балалар. Уақыт өткен уақытта тоқтаймыз. Келесі тапсырмаға өтеміз.
Hani bolsak ballar, bir minut uақыттарымыз қалды, жылдан бола қояйық. Bizde басқа да тапсырмалар бар балдар, үлгермей қаламыз. Мына жерде көрсетілген тапсырманың ескілеп біріне мән береміз балдар. Электр өрісінің кернеуінің формуларын қолданады, бір пайлерде формулалар бойынша есептеулер жүргізіп, физикалық шаманың мәнін табады, бір пайлерде. Яғни, бұл тапсырмада сіз 2 пай жинақтай аласыздар. Жақсы, болды балдар, уақытымыз бітті осымен. Енді тоқтаймыз. Ручкаларымызды қоямыз. Енді жауаптарын тексерейік. Бірінші тапсырмаға кім орындап болды бірінші тапсырманы? Бірінші тапсырмаға Төле Бердібек келеді. Кел, тақтада орындаймыз бірінші тапсырманы. Екінші тапсырманы Отымұрат Айнұра келеді. Борды алып тақтаға шашып білейік, дәптерді алып келіп жазсам болады. Екінші тапсырма сәрсен başına кел. Кел. Келгенше сәр келгенше. Орын бірінші тапсырманы жаза болды. Сол бойынша қалған оқушылар тексереміз. Жылдан жас жері қойып қалдар. Қалғышыларды ескереміз. Енді жазарсыз. Жақсы, берді отыратында. Кім? Ахмет сен келе ғой. Жақсы, рахмет отырды. Жақсы, ал жауаптарын тексеріп жіберейік балалар. Бірінші тапсырмаға қарай болыңдар. Бірінші тапсырмада бізде кернеулікпенен заряд берілген. Табу керек, күшті табу керек. Кернеуліктің формуласын күшті түрлендірсек, зарядпен кернеуліктің көбейтілгісі келді. Ордана қойдық. 400 көбейтіп оның мүйісі 6. 400-дегі екінші дәреже, 6-шы дәрежеме қысқарып, 4-шы дәрежеге өте дұрыс. Бірінші тапсырмамыз. Екінші тапсырмада заряд берілген, арақашықтық берілген, диэлектрлік өтімділік берілген. Табу керек, кернеулік табу керек. Мына формуланы қолдандық. Өте дұрыс. Міне сан мәні шықты. Сонымен бұл тапсырманы топ башта сіздер бағалап отырасыңдар. Жаңа сізге мен көрсеттім. Дискрепторы бойынша неше ұпай қою керек екен бұл жерде? 2 ұпай қою керек екен. Жақсы. Сонымен бұл тапсырманы орындап болдық. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырманы қарайық. Келесі тапсырмамыз, келесі жұптық тапсырма деп аталады. Мұнда сіздер қасыңыздағы оқушыны жұптаса отырып, бұл тапсырманы орындайсыздар. Бізге 3 тапсырма берілген бұл жерде. Үшеуіндегі суперпозиция принципін табу керек. Ал сіз басысыз орындаймыз балалар. Ал жұптасып отырып орындаймыз.
Бұл жерде біз ойлан, жұптас, бөліс тәсілін қолданамыз. Сол тәсіл арқылы тапсырманы орындаймыз. Қорытпы кернеуліктің бағытын анықтауымыз керек. Ал орындаймыз қалды. Кернеуліктің бағытын сызыңдар балдар. Кернеуліктің бағыттарын сызамыз. Мына жерде кішкене түсінік беріп жүрген балдар сізге. Бірінші тапсырманы қарайтын болсақ, бірінші тапсырмада бізге неше заряд беріп тұр бізге? 2 заряд беріп тұр. Енді сіз зарядқа мән беріңдер балдар. Бірінші зарядтың таңбасы қандай? Q1 нөлден үлкен дейді ғой. 10 ғой, екіншісі бұлдан нөлден үлкен дейді ғой. 10 заряд қой. Онда екеуі де 10 заряд. Енді біз былай орындайсыздар балдар. Мынау бірінші заряд, мынау екінші заряд деп алдық. Енді екеуінің қосатын түзу бар ғой, соның дәл ортасындағы А нүктесіндегі қорытты кернеулік табу керек дейді. Кернеулік зарядтан, оң зарядтан шығады ғой. Онда Q1-дің А нүктедегі кернеуліктің бағыты былай ғой. Екіншінікі мынау да оң ғой. Оның бағыты былай қарай бағытталады, былай қарай. Міне былай табылады екен. Енді қалған дәл солай орындайсыңдар. Яғни кернеулік сызықтары оң зарядтан шығарып кетіп мынадай болып. Міне мынадай болды. Егер теріс заряд болса, онда оған келеді дедік қой кернеулік сызықтар. Міне. Енді соны пайдаланып отырып, қалған үшеуін орындап жүрейік балдар. Қане орындап жүрейік балдар, уақыт кетті. Ал енді келесі екінші суретке қарай отыр астында. Кернеуліктің бағыттарын көрсетті. Енді зарядқа мән береміз балалар. Біріншісі оң заряд, екіншісі теріс заряд болды. Мына үш бұрышта А нүктедегі табу керек. Екеуі де оң заряд. Ал мына жерде 4 заряд берілген. 4 заряд. Соның А нүктесінің ортадағы кернеулік табу керек. Бағыттарын сызып көрсетуіміз керек. Ане балдар, бұл жерде уақыт шектеулі балдар, бізде орындайтын тапсырмаларымыз бар. Болсаңыз келесі тапсырма өте қойып. Бұл жерде дискретті топқаштары мән береміз. Зарядтардың таңбасын анықтайды. Нүктедегі зарядтың тудырған кернеулігінің бағытын анықтайды. Суперпозиция принципін қолдана отырып, қорытты кернеулікті анықтайды. Жаңа көрсеттік қой, сол бойынша орындайсыңдар. Бұл жерде жұптасып орындаймыз балалар. Ақпет болды ма? Қане көрсетейік, қане кім келеді екен тақтаға? Кернеуліктің бағыттарын сіз көрсетесіңдер. Жақсы балдар, енді осымен уақыт аяқталды. Бұл тапсырмаға енді жұптық тапсырма. Сіздер қасыңыздағы жұппен бірлесе отырып тексеріңдер, жұптарға беріңіздер тапсырманы.
Oğan deyip tahtada Osman Beksultan sızıp görsetedi. Kiralı Beksultan. Balıklarını sızıp görsetedi. Sol boyunca tekseremiz. Sızıp görsetedi. Екінші жағдайды сызып көрсет. Үшіншісін сызып көрсет, иә, жақсы. Төрт бұрыштағы қорытынды кернеулік табуды кім сызып көрсетеді тақтада? Ортада келе ғой жаңа төрт бұрыш. Төрт бұрышты сызып көрсетеді. Зарядтар белгілі болады жаңа. Q1 үлкен Q4 ол Q2 үлкен нөлден, Q3 кіші нөлден, Q4 кіші нөлден. Осман Бексұлтанның тапсырма, орындаған тапсырмасын тексерейік. Екеуі де қандай заряд балалар бізге берілген? Оң заряд, өте дұрыс айтасыңдар. Кернеулінің бағыттарын сызып көрсетті. Жақсы, отыра ғой. Иә. Жаңа, бірінші зарядтың таңбасы қандай? Оң заряд. Онда оның кернеулігі сыртқа қарай бағытталады. Екінші қандай заряд? Оң заряд, иә? Оның кернеулі қалай қарай бағытталады? Сыртқа бағытталады. Үшінші зарядымыз қандай заряд? Теріс заряд, иә? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол қалай қарай бағытталады? Зарядтың өзіне, ішке қарай бағытталады. Төртінші зарядымыз қандай? Теріс заряд. Ол да қалай қарай бағытталады? Ішке қарай бағытталады. Жақсы, жарайсыңдар, отырыңдар. Топ басшылар, топтағы оқушылардың орындаған тапсырмалары бойынша ұпайларын қойып отырамыз. Дискреттер бойынша бағалаймыз балалар. Бағалап отыруымыз керек. Түсінікті болып жатырсың, иә? Енді келесі тапсырмаға өтейік. Енді келесі тапсырмада бұл топтық тапсырма. Оқушылар, топтық. Енді жаңа бізде 3 топ бар ғой балалар, иә? Сол 3 топ ақылдаса отырып жұмыс жасаймыз. Бұл жерде 3 есеп берілген. Әр топ бір есептен бөлісіп алсақ болады. Топпен жұмыс жасақ. Астында дискрепторлар көрсетілген. Міне дискрепторлар, сол бойынша орындаймыз. Ал уақыт кетті. Топпен жұмыс жасаймыз. Топқа біріңдер, Бердібек Нұржан, топқа біріңдер. Оны нені жазбай қойын, жаңа тапсырманы орындай бердір, иә? Топпен бірлесіп орындайды. Бірінші топ сіз бірінші тапсырманы орындаңдар, екінші топ сіз екінші тапсырманы орындаңдар, үшінші топ үшінші тапсырманы орындаңдар. Жылдан орындап жүру. Топпен біріңдер болады. Топпен жұмыс жасап жақындан біріңдер. Иә? Топпен жұмыс жасаймыз. Toppen жұмыс жасай алыңдар. Toppen жұмыс жасап жатырмын. Ага, топқа жақында топпен бірге болса.
Hani 1-3-4'te ne oldu taşımak oradan da mı? Evet, sizin karıştırmalar var ya. Ya arkadaş yanımızda olanın ortasına olmasından müddeleri elektrosun çeviriyorsun tam böyle. Yeni bu yerde siz 7 zaret almak istiyorsunuz. 7 zaret. İyi. Ya. İlk onun arkadaşta 20 santimetre. Yani ortasında bana şey değil. Yani ilk orada kanday zaret. Buraya 10 kilo göz var. Ona iyi olur. Böyle. Yine bana diyeyim. Senin tavuk. Жақсы, енді топтық тапсырманы орындап болған болса, тексеріп жіберейік, иә, бұл тапсырмаларды балалар. Бірінші топ, электр өрісі тобы. Сіздің тапсырмаңыз дайын ба? Иә. Тақта әкеліп орындаймыз. Извостей бір әкел тақтаға. Жақсы, орындап жүру. Тапсырманы. Топ басшылары бағалап отырамыз. Екінші топ, сіздің тапсырмаңыз. Ниет тапсырмаң дайын болса, келіп тақтаға орындап жібереміз. Орындап жазамыз. Үшінші топ сіздің тапсырмаңыз дайын болса, тәсір пайжанар тақтаға орындап жібереміз. Kanlar gelin taktada ortaya koyarız. Şuradan boruna jüri koyup bulduk. Şart oldu bak.
So'nggi javobimizni jaza qo'ydik. Ballar vaqtimiz ketib boradi. Ahmet so'nggi qo'rqinch javobimizni jaza qo'y. Sonra sizda qo'rqinch javobimizni jaza qo'y. Vaqtimiz ketib boradi. Yaxshi. Rahmet. Ahmet bo'ldi topshirmasi. Qarang, durust javob beramiz. Ana Жақсы, рахмет жаңағы. Енді оқушылар біз топтық тапсырманы орындап болдық, жауаптарын дұрыс шығардыңдар. Сол бойынша топ басшылары, топтағы оқушылар қалай жұмыс жасады, өзіңіз бағалай бересіздер. Енді біздің келесі орындайтынымыз бұл функционалдық сауаттық тапсырмасы. Мына экранда көрсетілген мәтінді бір оқып жібереміз балалар, сосын астына сұрақтарға жауап беріп жіберейік. Бірінші топ, электроөріс тобы бірінші сұрақты аласыңдар. Кернеулік, сіз екінші сұрақты аласыңдар. Суперпозиция принципі үшінші сұрақты аласыңдар. Ал мәтінмен танысып, жауаптарын айтып жібере қойыңдар. Функционалдық сауаттық тапсырмалары. Оқушылар жаңа тапсырма топтық жұмысты орындаған уақытта мен өзімнің авторлық бағдарламамның ішіндегі тапсырмаларды алдым. Сол бойынша сол тапсырмаларды сіздер орындарыңдар. Ал кім жауап береміз ба? Қай топтаймыз? Қай топтаймыз? Бірінші топ сіздерде жауап бар ма? Мәтінді оқып шығасыңдар, функционалдық сауаттық тапсырмасы, сұрақтарға жауап береміз. Кімде жауап бар? Бірінші топ сіздерде дайын ба? Айнұра, сіздерде дайын ба? Ержанның телефонын тұрған нүктеде электр өрісінің қандай болуы мүмкін дейді. Мәтінге қараймыз. Қане, бірінші топ дайынсыздар ма? Бірінші топ, Айнұра, дайынсыздар ма? Бірінші топ дайынбыз ба? Бірінші топ жауап беріп жүре қойық. Уақытымыз кетіп барады балалар. Екінші топ біз дайынбыз ба? Екінші топ. Сержант, дайынсың ба? Жауап айтамыз. Арқылы электроға да қосылады. Дұрыс. Бірінші топ, Айнұра, дайынсыздар ма? Үшінші топ, жанар, сіздің тобыңыз дайын ба? Қай құрылғының орнын ауыстырса кедергі азаюы мүмкін? Жағдайы тапсырма, дұрыс, жауап бере қойыңыз. Иә? Қуат банкімен немесе ноутбукты алыстырақ қою кедергі азаяция күшті өріс тудырады. Дұрыс, өте дұрыс. Бірінші топ, сіздің жауабыңыз? Иә, айта қойыңыз. Телефон тұрған жерде бірнеше құрылғыдан пайда болатын электр өрістері әсер етеді. Олар ноутбук, қуат банкі және зарядталып жатқан телефонның өзі. Бұл өрістер бағыты мен күшіне қарай әртүрлі болады. Телефон тұрған нүктеде өрістердің қосындысы әсер етеді. Әсер етеді, өте дұрыс. Жақсы, отыра қойдық. Балалар, сонымен біз бүгінгі сабақтың өз мәресіне жетті. Топ басшылар сіздің бағалау парақшаларыңызды маған беріңіздер. Мен сол бойынша сізге бағалауды қоямын. Жанар, бере ғой бағалау парақшамды. Айнұра, бере ғой бағалау парақшамды. Жақсы. Енді оқушылар, осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Мына жерде көрсетілген ұпайлар көрсетілді. Сол бойынша мен сізге қалыптастырушы бағаңызды қоямын. Енді сіздер осы сабаққа рефлексия ретінде өзіңіздің байланысыңызды жазыңдар. Бұл сабақты қалай түсіндіріп, қай дәрежеде меңгердіңдер, соны қағазға жазамыз. Рефлексия ретінде. Жылдам жаз жері oldu. Sabahta refleksiya ретінде. Жақсы балдар, енді рефлексияны жазып болған болсаңдар, сізге үй тапсырмасы ретінде
осы тақырыптың соңындағы жаттығуымыз бар, соны үйде орындап келуіміз керек болады. Сонымен сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет.